Ал Алматыда коронавирустың тағы 5 ошағы оқшауланды. Онда тұратындар енді жарты ай бойы ешқайда шыға алмайды. Бір тұрғын үйдегі шектеу керісінше түнде алынған, өйткені мұндағы COVID-19 бен ауырған науқас жазылып шығыпты. Осылайша мегаполистегі індет ошақтарының жалпы саны 24-ке жетіп отыр. Бес қабатты мына тұрғын үйдің бір бөлігі қаладағы коронавирус ошақтарының бірі. Тұрғындардың айтуынша нысанның бірінші подъезді 2 күн бұрын қоршауға алынған. Бұған қоса бірінші қабаттағы азық-түлік дүкені де оқшауланып, жұмысы тоқтатылыпты. Осындағы дүңгіршекті жалға алушы бізге телефон арқылы мән-жайды айтып берді. Оның сөзінше дүкен иесінің 2 жасар баласынан коронавирус анықталыпты. Отбасы осы үйдің бірінші қабатында тұрады екен. Один маленький ребенок нашли там больной. 2 лет, что ли, и полностью семья госпитализирована. Мы там арендовали, я врачу сказал, что нас тоже забирать, и сказал, что на свежем воздухе торгуете, вас не будем забирать. Ауру ошағындағы жұрттың сыртқа шықпауы, ал бөгде адамдардың аумаққа кірмеу үшін жан-жақта полицейлер тұр. Әрі мұнда вирус қаупі туралы хабар берер ескертпе ілінген. Ал бастапқыда шошып қалған тұрғындар болса, қазір сабырға келгендей. Қалай тапты, бірден бір жарты сағаттың ішінде бәрін қоршап, ешкімді кіргізбей шығармай, бәрін контрольден, бәрі бақылауда болғаннан кейін қорқатын еш нәрсе жоқ, енді аман-есен өтсек болды. Тұрғындар азық-түлікті жеткізу қызметінің көмегімен алып жатыр. Соңғы оқшауланған ауру ошақтарының бірі Мамыр 4 ықшамауданындағы 9 қабатты үйдің подъезді. Ақ халаттылар бұл нысанның 7-ші қабатынан коронавирус шыққанын айтады. Яғни онда індетке шалдыққан жас қыз тұрған. Ол Грузиядан келген көрінеді. Сол себепті оқшауланған нысанға қазір тек дәрігерлердің кіруіне рұқсат. Күнде түске дейін бір келеміз, түстен кейін тағы да бір келеміз. Сосын тұрғындардың барлығын үйіне кіріп, температурасын өлшейміз, тамағын қараймыз, түсіндіру жұмыстарын алып барамыз. Дәрігерлер мұнда қызуы көтерілген адам жоқ дейді. Алматыдағы кей тұрғындар осылай енді ғана карантинге жабылып жатса, бірі мұндай күндерді артта қалдырған. Мұна көп қабатты тұрғын үйде бұған дейін ауру ошақтарының қатарына кірген, алайда бүгін түннен бастап бұл тізімнен алынып тасталды. Сөйтіп нысандағы шектеу шаралары түгелдей тоқтатылды. Қазір мұндағы тұрғындар әрі-бері еш кедергісіз кіріп шығып жүр. Соған қарамастан ауру ошақтарының саны көбейіп барады. Соңғы тәулікте қалада 5 нысан қоршалып отыр. Осылайша коронавирус қаупі жоғары аумақтардың жалпы саны 24-ке жетті. Оның ең көбі Түрксіб ауданында. Мұнда індеттің 7 ошағы бар. Алмалы және Медеу аудандарында 4-еуден, 3-еуі Алатау ауданында, ал Жетісу мен Әуезов аудандарында 2-еуден, Наурызбай, Бостандық аудандарында 1-1-ден. Шенеуніктер оқшауланған тұрғындардың тәртіпке бағынуын сұрайды. Ал карантин режиміне мойынсұнбай, қарсылық танытқан адамдардың 15 күнге дейін абақтыға қамалуы мүмкін. Егер сақшылармен төбелесуге дейін барса, 3 жылға дейін сотталу қаупі бар екенін еске салайық. Нұргүл Нұрланқызы, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы.